Облысымыз табиғи тарихи ресурстарға бай өлке, туристік кластерін қарыштап дамытуға қолайлы жер. Ұлы жібек жолының бойында орналасқандықтан өңірде тарихи тағылымды ескерткіштер көп. Демалыс үйлері, транспорттық компаниялар, мейрамханалар және мұражайлар туристік бизнеспен тығыз байланысты. Бірақ осы аталған орындарда оқулық көп. Мәселен, саяхат жасау үшін барар жолдар кедір-бұдыр болса, бірінде тіптің жолдың жоқтығы қынжылтады. Айтылған келеңсіздіктерді осыдан 2 ай бұрын 22 адамнан құралған топ пресс-турға шыққанда анықтаған. Бүгінгі күнде осы дефектный актылардың ішінде қандай инфраструктура жаңағы ағайтып жатыр ғой, жол жүргізілу керек деп, мынау жаңағы не жаққа Ақыртасқа, Баласағұнға, оны бізде көрдік, оның барлығы біздің дефектный актқа енгізілген, оның барлығы Карим Насбековичке көрсетілген. Сондықтан ол жерде бүгінгі күнде смета дейді, осы бүкіл қанша ақша керек, осының барлығы саналы. Өкінішке орай бүгінгі күнде тек қана ауызша айту, жоба, жоспар ретінде айтылып жатыр. Туризм қазіргі заманда еліміздің экономикасында ең перспективті саласы болып табылады. Дамудың дұрыс үрдісінен өтсе, онда саудаға да, облыс бюджетіне де көп кіріс келетіні анық. Бүгінде облыста 20 туристік фирма жұмыс істейді. Осыдан 1 жыл бұрын турфирмалар жалпы саны 10 мыңға жуық адамға қызмет көрсеткен. Шығу үлесі 53% болса, келу туризмі 26%-ды құраған. Яғни келушілерге қарағанда кетушілер саны көп. Туристік индустрияның және сонымен сабақтас саладағы әлсізі менеджмент, сондай-ақ туристік инфрақұрылымдағы қолда бар кешендердің тозуы. Жиында тарихи мәдени туризмнің 5 кластері аясында атқарылған ауқымды жұмыстар айтылды. Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізін іске асыру аясында Жамбыл облысы арқылы өтетін бөлігінде жол бойында орналасқан тарихи мәдени ескерткіштер қазіргі таңда өңірлік туристік бағыттарға енгізілді. Аталған туристік бағытқа бірегей тарихи мәдени ескерткіштер мен туристік сервистік қызмет көрсететін нысандар да енгізілді. Келесі жылы Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесі еліміздегі ең ірі жарқын жобаның бірі. Осы көрмені көруге шетелден ағылатын қонақтарда күтіп алуға жамбылдықтарда дайын болуы керек. Сондықтан осы оқулықтардың орын толтыру үшін тірлікті бүгіннен бастауымыз тиіс деді жиынға қатысушылар. Берік Жұмабайлы, Ермек Кеншімбек, Jet News.